Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай шырша тортын пісіретін боламыз, яғни елка тортын. Ол үшін бізге қажетті заттар міне дайындап қойдым. Осы жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, алдын ала өстіп араластырып, жұмыртқаға құмшекеріміз еріп тұра берсін. Енді ұнға қопсытқышты қосып, холодильниктен шыққан, морозильник емес, холодильникте тұрған майды осылай ұнға езіп корочка жасаймыз. Май, қопсытқыш, ұн үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай араласты барлығы. Енді осы араласқан ұнымызға майымызбен, жаңағы жұмыртқамызбен құмшекерімізді қосып қамыр илейтін боламыз. Ешқандай артық зат қоспаймыз, тек осы заттармен өзі қамыр иленеді. Мінекей қамырымыз дайын, салафанға салып 15-20 минутқа холодильникке қойып алсаңыздар болады. Осы дайын болған қамырымызды жайып, менде осындай формалар бар, жұлдызша тәрізді. Осы формалардың әрқайсысын алып, кесіп алып пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздерге осындай жақсы жеңіл үйде бар заттармен жасалатын осындай тәтті тағамдарды сіздерге ұсынып отыратын боламын. Қанша май, қанша ұн, құмшекер қосу керектігі жөнінде барлығы астында жазылып тұр. Мінекей осы печеньяларымызды пісіріп алдық. Енді осы печеньяларымызды бәрін жинақтайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай қоюлатылған сгущенкамызды, кәдімгі крем жасап алсаңыздар да болады. Сгущенкамызды арасына жағып, осы елкамызды, шыршамызды жинайтын боламыз. Міне біздің шыршамыз дайын болды. Енді осының үстіне мен сахарный пудра септім. Өздеріңіз қалауларыңызша неше түрлісін себе берсеңіздер болады. Сахарный пудрадан кейін үстіне мынандай конфетти бар. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер.